Бүгін кешке біздің үйге қонақ келетін боласың. Өзі қолымнан чикен жасайын деп шештім. Алдымен осылай тауықтың канаттарын алып, екіге бөліп, оларды сықетіп маринадтадым. Маринадқа маған красный перец, черный перец, паприка, сухой чеснок, potatoes и нәжілі қуан куриный бульон бар еді, соны да салып жібердім. Тобы дәмдеп тұрсын деп, оларды сақайтып тұрып, осылай шыңғыртып, сақайтып, қолыммен араластырдым. Холодильникте тұрған мұздай суды алып, оны үстіне құйдым да, холодильникке 2 сағатта аузын жауып қойдым. 1 сағаттан кейін холодильниктен шығарып алдым да, үстіне күлте паприка шаштым. Септім, то есть, чтобы дәм беріп тұрсын чикеннің. Оны да осылай қолмен араластырып, сақайтып, крышкасını жауып, холодильникке 2 сағат, менде где-то 3 сағаттай тұрды. Холодильникке 3 сағаттай тұрды. Сыртқы корочкасіне маған осылай үлкен ыдысқа ұн, күрте паприка и тұз, үшеуін осылай араластырып, сықайтып, басқа бір ыдысқа 2 жұмыртқаны алып, осылай оны да араластырып, үстіне күрттай тұз қосып, тоже ұн қосып, чтобы чикеннің сыртқы қытырлағын беріп тұрсын деп, корочкасы қытырлақ болу үшін, осылай жұмыртқамен ұнды араластырамыз, күрттай тұз салып. Мына жерде уже үстіне кішкентай су қойдым, чтобы қою болып кетпес үшін, а то қою болып кетеді. Мына жерде уже осындай болып шықты, начинкасы менде сыртқы. Осылай араластырып, 2 сағат болды дегеннен кейін, осылай чикендерімізді алып, оларды манағы ұнмен паприкаға салып, оларды сықайтып араластырам, қуыруға дайындаймын, бір сөзбен айтқанда. Осылай бәрін шарп алып, ұнға бұлғап, чтобы бәрі жеріне тисін. Мана үйден дайындап шыққан чикенімізді аламыз да, осылай жұмыртқамен ұнға бұлғап аламыз, сықайтып, ондырамыз да, бөлек ыдыста тұрған ұнға осылай тағы бұлғап аламыз да, Советский Союздан бері келе жатырғанына таба любой үйде шығар. Сарайдың іші жамдырып, осылай чикен пістіріп тұрмын. Вуаля, чикенімізді осылай әдемі ыдысқа салып, қонақтың алдына қойсаңыздар болады. Негізі чикенді соуспен дайындайды, біз уже қонақтың алдына қоятын болғаннан кейін жасаған жоқпыз. Түрін қарастаңдар, кәм аппетитный, сочный, ал бізге аз болса.